Еркіндігім, қасиетім, қастерлім. Өзің барда өзегімде шоқ шермің. Кеше сенің келбетіңді арман қып, бұданыңа бұғауландық бас келдің. Бабалардың басын иіп бәйгеге, аналардың жанарынан жас бердің. Уа еркіндік, қош келдің. Уа еркіндік, уа тәуелсіздік, қош келдің деп Қалқаман Сарин ақынымыз жырлағандай, ата-бабамыз ғасырлар бойы армандап өткен тәуелсіз ел болу мәртебесін көру бүгінгі ұрпаққа бұйырған зор бақыт. Осы қуанышымыз, құтты бақытымыз баянды болсын. Жаңа ғасырда қайта түлеп, жасарып түрленген еліміздің тәуелсіздігі тұғырлы болғай. Назарларыңызға Шоқан Уәлиханов атындағы нөмір 3 мектеп-лицейінің 6 А сынып оқушылары. Құтты болсын тәуелсіздік мерекеміз, мықты болсын еліміздің керегесі. Жүкте намыс оты лапылдаған күш-жігері жастардың сарқылмаған, әлі де шығар алаңға отан үшін. Қарсы аққан өзеннен өтетіндер, жүректе намыс оты сөнбейді. Кезінде ызғарына аясын төзгендей-ақ, түсінеміз ғамыз осы күннің оңайлықпен келмегенін. Еліміз тыныш, халқымыз аман болсын. Егемен елдің еңбесі биік. Уважаемые казахстанцы, примите искренние поздравления с Днем независимости Республики Казахстан. Этот праздник считается символом свободы и независимости государства. С момента обретения независимости наш народ блестяще продолжил великую историю Казахстана. В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия и стабильности. Пусть в вашем доме царят мир, согласие и взаимопонимание. С Днем независимости! Тәуелсіз елдің ұлы өжет, қызы қайратты, ұлы қаһарман. 16 желтоқсан тәуелсіздік алған күн. Мерекеге желтоқсан атамменен барған. Шығады, бүкіл халық біліп қой, отандастар ұғады, тәуелсіздік ұлық той. Арайлаймын аланды тәуелсіздік күні, мен батыр қайрат ағамның сүретіне үңілем. 16 желтоқсан тәуелсіздік алған күн. Мерекеге ел тосқан, шықатып ән салған күн. Тәубенің зоры тәуелсіздік. Денің соры қалың, тәуелсіздігінің бағы басын. Құрметті Қазақстан халқы, Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күнімен құттықтауымды шын жүректен қабыл алыңыздар. Бұл мереке біздің мемлекеттің бостандығы мен қуаттың символы болып саналады. Тәуелсіздік алғаннан бастап біздің халқымыз Қазақстанның ұлы тарихын жаңа жетістіктерімен және табысты қайта құруларымен тамаша жалғастырады. Тәуелсіздік жылдары біз бүкіл әлемге танылып үлкен бір белеске жеттік. Осы айтулы күні сіздерге зор денсаулық, өркендеу мен тұрақтылық тілеймін. Еліңізде әрқашан бейбітшілік, келісім және өзара түсінікті салтанат құрсын. Тәуелсіздік күні. Тәуелсіздік тарих тұлпарының қос тізгіні. Тәуелсіздік елімде, бақыт құсы самғап ұшты көгімде. Қазақ деген ғажап халық қашаннан, көк бөрінің ұрпағымыз тегін. Бабамның да арманы өседі аяңсаған, тәуелсіздік таңдары бақ береді. Көк туымды қолыма бүгін беріп ұстадым, түсті бақыт жолыма, менің Қазақстаным. Тәуелді елдің сұлтаны болғанша, тәуелсіз елдің отаны бол. People of Kazakhstan, please accept my sincere congratulations on the independence Day of the Republic of Kazakhstan. This holiday rightfully considered the symbol, freedom and power of our state. Since gaining independence, our people have brilliantly continued the great history of Kazakhstan with new achievements and successful transformation. During the year of independence, we have achieved world recognition and great progress. On this significant day, I wish you good health, prosperity, and stability.